Ассалаумағалейкум, армысыздар, аяулы ағайындар. Мына өздеріңізге белгілі 19 ғасырда өмір сүрген Шортанбай ақынның бір айтқаны бар екен. Атымда шықты әр тұста, жасымда жетті 60-қа, жоқ қылмаса, өзімді жоғалтпаса сөзімді, мен ризамын Аллаға, зарлама, жүрек зарлама деп. Шындығында Шортанбайдың айтқан осы 60 жасының өзі қазір біз үшін баланың жасы болып қалды. 70-ке тұмсық тіреп отырған кезімізде әртүрлі мәселені әрине жас келгеннен кейін адам ойланады екен. Бірақ Сақалдың айтқаны бар еді: 10 жаста бала қыл, 15-те шала қыл, 20-да жында қыл, 30-да мінда қыл, 40-та құнда қыл, 50-де сында қыл, 60-та шыңда қыл, 70-те үнда қыл деп. Сонда 70-те үнда қыл деп отырған себебіңіз қалай десе айтыпты, 70-ке келгенде әрекеттің барлығы азаяды, оның орнына тек қана сол өзінің жинаған ақыл кеңесін айтумен ғана шектеліп отырады деген мағынаны береді екен. Мен сондықтан жаңағы енді 70-ке тұмсығымыз тірелгеннен кейін ойымыздағы жинақтаған мәселені сол көпшіліктің, халықтың алдында, сіздердің алдарыңызда жария етуге бір мәселені қозғайын деп отырмыз. Менің есімім Мұхаммедқали. Жас кезімнен бастап сол үйдің кенжесі болғандықтан ауыл ақсақалдарының арасында, қариялардың арасында көп жүрдім. Ескілікті әңгімелерді көп тыңдадым. Солармен көп жаңағындай байланыс жасап жүрдім. Соның нәтижесінде ойға оралған мәселелер бар. Соның нәтижесінде өсе келе филолог деген мамандыққа қарай бет бұрып, оның ішінде ауыз әдебиеті, фольклор, осы салаға көбірек көңіл бөліп, осы саланың маманы болып кеттік. Енді қарап отырсаңыздар, бұл ауыз әдебиетінде еңбек сіңіргеннен кейін маған сол ауыз әдебиеті өз ерекше бір ұнайтын мәселесі бар. Өйткені мен мынау жазба деректерден гөрі ауыз әдебиетіне көбірек сенемін. Оған бір ойыма келетін мәселе, мына жазба әдебиетінің авторлары белгілі болады. Ал автор белгілі болғаннан кейін сол автордың жазған кезіндегі әртүрлі саясатқа, жағдайға байланысты өзінің жазбаларын бұрмалауы мүмкін. Ал ауыз әдебиеті ол бұрмаламайды, ол сол күйінде келеді. Өйткені себебі оның авторы белгісіз. Автор белгісіз болғаннан кейін ол сол күйінде тарап кетеді ел ішіне, ақылында халықтық туындыға айналады. Сондықтан әлгі мен фольклорға көңіл бөліп, фольклорға көбірек сеніммен қарайтын себебім де осыған байланысты. Әрине енді ауыз әдебиеті болғаннан кейін онда жаңағыдай әсірелеу, асыра суреттеу деген ол енді ауыз әдебиетіне тән құбылыс. Дегенмен сол ұлттың ауыз әдебиетіне көп мәселелерді аңғаруға болады. Сондықтан біздің негізгі бастайтын әңгімеміздің сол атауы, қысқаша айтқанда, қазақ руханияты деп белгілеп отырмыз. Оны 3 салаға бөліп тастағанды жөн көрдік. Бірінші саласы тіл, екінші саласы тарих, үшінші саласы салт дәстүр. Мұнда көбінесе сол айтылатын ойымыз, негізгі жаңағы көзқарас пікіріміздің барлығы қариялардан естілген әңгімелердің негізінде туындайды. Енді мынау қазақтың халық ақындарына қарап отырса, көпшілігінде жиі кездесетін бір тіркестер бар. Мәселен айтады: ошақтың үш бұтына бермеген соң жел сөздікі кетеді желден алған дейді. Ошақтың үш бұты деген кезде ойға келеді, бұл қазақтың енді ошақты білесіздер ғой, 3 тағаннан 3 түректен жасайды. Сонда бір ойланатын мәселе, неге 4-еу жасамаған, неге 5-еу жасамаған, неге 3-еуге тіреліп қалған деген сөзге келетін болсақ, бұл ұлттық тірегінде жаңағындай көрсетіп, ұлттың болмысын сақтап тұратында 3 мәселе бар екен. Ол жаңа біз айтып өткен тіл, тарих, сосын дәстүр. Осы үшеуімен ұлт тіреліп тұрады екен. Сондықтан жаңағы қазіргі әсіресе жастарға қажетті мәселе мынау тілге байланысты, тарихқа байланысты, дәстүрге байланысты естіген білгендерімізді сұрыптай отырып, саралай отырып, жинақтай отырып, сіздердің алдарыңызға ұсынайық деп отырмыз. Енді өздеріңіз білесіздер, мынау ертеде бір жұмыр деген шешен болған екен, 19 ғасырдан ғой. Сол бір үлкен бір мәжілісте отырғанда Нұрлан деген болыс мәжіліс өткізеді. Сонда қайта-қайта арасында әңгіме айтып, жұмыр Нұрланның сөзін бөле беріпті. Жұмырдың өзінің жаңағы басында шашы жоқ таза адам екен. Нұрлан реніш білдіріп: әй жұмыр, сен өзің таза екендігіңді көрсет, қайта-қайта сөйлей бермей, тиыш отырсаң қайтеді депті. Сонда жұмыр тұрып айтты: ой, Нұреке, сіз білмейсіз ба, мен таздың жайын айтып берейін ба сізге депті. Отырғандардың бәрі шу ете қарапты: жұмекең айтсын таздың жағдайын деп. Айт депті. Сонда жұмыр айтқан екен: жер жақсы саз болады, маусым жақсы жаз болады, құс жақсы қаз болады, ит жақсы тазы болады, ет жақсы қазы болады, адам жақсы таз болады, ондайды білмейтіндердің ақылы аз болады деген екен дейді. Мінекей қазақтың сөзін қарап отырсаңыздар, осындай бір жаңағы тілдік қолданыстарды, шешендік сөздерді
екінің бірі болмаса да үштің бірі пайдаланып отырған, өте сөзге шебер болған. Ал енді қазіргі кездегі жастарға қарап отырсаңыздар, сол сөздің өзін жаңағы сөйлегенде орнына келтіріп, нығыздап айтудың өзі жоққа кетіп бара жатыр деуге де болады. Сондықтан жаңа бұл мәселеге әрине жауапкершілік керек. Енді біз өзіміздің әңгімемізді бастағанды жөн көріп отырмыз. Олай болса бастайық. Ең алдымен тіл мәселесі. Тіл мәселесіне келгенде өздеріңіз жай ғана назар салып қарап отырсаңыздар, өзі шындығында біз әсіресе жастарды тыңдап жүргенде осы дұрыс сөйлеп жүрміз ба деген бір ой келеді. Мәселен, біздің жас кезімізде естімеген нәрселер қазір пайда болды. Бір топ жастарды көріп қалсаңыздар, ай балалар неғып тұрсыңдар десе, тұрып қой дейді. Неғып отырсыңдар десе, отырып қой дейді. Неғып жатырсыңдар десе, жатырып қой дейді. Бұл тұрық дегені, отырық дегені, жатырық дегені мұндай қолданыс қазақта болған жоқ. Біз естімеген нәрсе. Осындай әрекеттер тілді бұзуға алып келеді. Ал енді қазақта тырық деген сөз бар. Тырық деген сөз әрі олақ, әрі солақ, салақ, қолынан ештеңе келмейтін, ешқандай мүмкіндігі жоқ, сондай бір жаңағындай жастарды, мынау тырық екен ғой дейді, ештеңе атқара алмайды, ештеңе қолынан келмейді, ештеңе үйренбеген, көргені жоқ, ештеңе көрмеген, сондай жаңағы балаларды сөйтіп айтатын. Сонда осы жаңағы сөзді естіген кезде осы бір қазақтың сөзі еске оралып тұрады. Ал енді ол неге отырып дегенде, отырып болып қалды, неге тұрып болып қалды, оның не ережесі жоқ, не мәнісі жоқ, не маңызы жоқ мәселе болып шығып тұр. Бұл да бір мәселе. Онан кейін жаңағы сөз арасында өзге бір тілдермен шұбарланып кету мәселесі де жастарда кездесіп отырады. Әсіресе мысалы үшін жаңағы орыс тілінде общем деген сөз, немесе жаңағындай сәпсім деген сөз, тіпті кейде жасы егделеп қалған адамдар да осыны айтып отырады. Ал менің ағайын туысқаным бар еді, сәпсім келмей қойды деп қояды, өздері білмейді. Сонда кейбір үлкен кісілерден сұрасаң, сіз орысша біледі екенсіз ғой, мынау сәпсім деген орысшаңыз десе, жоқ, бұл қазақтың сөзі деп отырады. Мінекей мұндай сөздердің барлығы жаңағы тілге белгілі бір деңгейде нұсқан келтіретіндігі рас екендігін білуімізге болады. Ал енді ақиқатына қарап отыратын болсақ, бізде бір тілші ғалымдарда шамалы бір олқылық бар. Бұл олқылық дегенімізде, мына зерттеген кезде қазақ тіліндегі кейбір түсініксіздеу мағынасы жаңағындай толық деңгейде ашыла қоймаған сөздерді алаттағы, мынау бізге қай тілден енген екен деп шетелден іздеп кетеді оны. Мәселен, бала шаға деген сөзді білесіздер ғой, баласы түсінікті, шаға деген бұл қай тілден екен деп іздеп кетеді дағы. Содан кейін түркітектес халықтар да бар шығар деп іздеп кеп, мысалы үшін татар тілінен тауып алады, бұл татар тілінен енген сөз ғой деген мәселені қарастырып қояды. Жоқ, бұл қазақтың сөзі ғой, бала шаға деген. Қазақта шақа деген бар. Шақалақ дейді, шақа дейді. Оны жаңағы жаңа туған баланы айтады дейді. Ол негізі жаңа туған бала емес, ол уақыты жетпей өмірге келген нәрестені шақалақ дейді. Шақа болып келіпті өмірге дейді. Яғни қазақ өзі білесіздер, адамзаттың бәрінде бар. 7 айлық балалар өмірге келіп жатады, 8 айлық балалар өмірге келіп жатады. Бұлардың бәрі шақа деп атаған. 8 айлық балалардың мысалы үшін көпшілігі шетінеп кетеді. 10 бала болса 7-8 шеттеп кетеді, 1-2 ғана тірі қалады. Ал 7 айлық балалар өмірге келген, олар керісінше 7-8 өмір сүріп кетеді да, 1-2 ғана шетінейді. Сондай бір ерекшеліктер бар. Осындай уақыты жетпей, күні жетпей өмірге келген нәрестені жаңа қазақ шақа деп атаған. Сонда бала шақа дегенде баламыз жаңағындай толық деңгейлі бала болып келеді өмірге келген, ал шақа дегеніміз жаңа осы шақа деген сөзден туындап отыр деген мәселені айтуға. Қолданып жүрген әртүрлі бір күдікті сөздердің барлығын жаңа айттық қой, өзге тілден іздей бастаймыз, сол тілге өзіміз теліп қоямыз, солардікі екен бізге еніп кеткен ғой деп. Мәселен, қараңыздар сөздеріңіз. Қазақстан, Өзбекстан, Қырғызстан, Ауғанстан деген мысалы үшін атаулар бар. Осында Қазақстан деген тұстанды алып бастайық деген әңгіме көп қозғалды. Сосын енді мұны қарап көрсеңіздер, бір жерлерде бір пікірлерді айтады, бұл парсының сөзі, парсыдан енген, стан деген тұрақ деген мағынаны білдіреді, мекен деген мағынаны білдіреді дейді. Дұрыс, парсыда қолданылады, парсы халықтарында. Стан деген сол мағына емес, сол күйінде қолданылып тұр. Ал енді осы стан сөзі парсыда ғана емес, бұл жаңағы орыс тілінде де бар қолданылады. Мәселен, сонау жаңағы кеңес дәуірі кезінде егінжайдың жанына бір үлкен бір үй салып қояды, соған әлгі егінде, шөпте жүргендер соған келіп демалып, сонда түскі астарын ішіп сөйтеді. Оны полевой стан дейді, полевой стан.
Сонда стан деген сөз тұр, мисал үшін. Сосын становление деген сөз бар. Қалыптасу деп аударушы, тұрақтану деген мағына беретін шығар деп мен өзім ойлаймын. Бұлда да стан деген сөз тұр. Остановка дегенде. Остановка. Стан деген сөз осы жерде де тұр. Яғни фарсыдағы қолданған мағынасы мен орыс тіліндегі қолданған мағынасының арасындағы мағыналық айырмашылық шамалы жоқтың қасы. Тұрақ деген, мекен деген мағынаға қарай барлығы сайып, соған қарай келіп тұрады. Енді мұны айтып отырған себебіміз де бұл қазақтың сөзі. Стан деген. Яғни қазақтан шетелге өткен. Әрине кезінде сауда-саттық жүріп жатқаннан кейін, қарым-қатынас жүріп жатқаннан кейін, достық жаңағындай қарым-қатынаста болғаннан кейін бір ұлттың тілі екінші ұлттың тіліне ауыспай тұрмайды, ондай жағдай болады. Бұл қалыпты жағдай. Ендесе стан деген қазақтың сөзі де сол, мына жақтан фарсыға да, мына жақтан орыс тіліне де еніп кеткен деп мен өзім солай ойлаймын. Бұл қандай сөзден шыққан стан деген? Оны қалай біз енді мойындауымыз керек деген кезде, қазақта білесіздер, уыс деген сөз бар. Уыс деген мына бір уыс дейді. Бір уыс. Анау тұрған анау жаңағы сен затыңды маған бір уыс берші дейді енді. Тұрған заты ұсақ түйек, дән болсын жаңағындай, тіпті бидай болсын, арпа болсын, бір уыс алып көреді, мен көрейінші деп. Анау бір уыс дейді. Уыстан уста деген сөз шыққан, уста. Устап ал. Мынау қосы уыс немесе мына бір уыс устап ал. Устадан ұста, держись деген сөз ғой. Ұста деген сөз шыққан. Ұстадан ұстан деген сөз шыққан. Жаңағы держись деген сөз. Держись болып шыққан. Сонда жаңағы ұстан деген сөзден осы ұстан деген сөз қалыптасқан. Яғни сонда қазақ ұстан, өзбек ұстан, қырғыз ұстан, мәселен ауған ұстан, ауғанның ұстанып отырған мекені, қырғыздың ұстанып отырған мекені, қазақтың ұстанып отырған мекені деген мағынаға сайып тұр. Ендеше біз стан деген сөзден соны жаңағындай оның қажет емес алып тастау керек дегеннің өзі ыңғайсыздау болып келеді. Бұл қазақтың өзінің төл сөзі. Түптің түбінде бұл үлкен тарихи мәні бар сөз екендігін тілшілер мен тарихшылар екеуі бірлесе отырып, мұның өзегін ашып шығуға болады. Сондықтан мисал үшін стан деген мәселеде солай. Сол сияқты тағы бір мәселе бізде қазіргі жерде жүрген мынау товар деген сөз бар. Товар деген зат әкелген. Соны қазір в-ның орнына бұл тілдің заңдылығы ғой деп уды қойып товар деп жүрміз. Ал товар деген сөзге қалай қарайсыздар? Менің ойымша бұл қазақтың сөзі. Қазақтың сөзі. Ол товар емес, ол товар. Енді қараңыздар. Мынау орыс халқында товарищ деген сөз бар. Бұл екі сөзден бірігіп жасалған. Товар ищи. Ищи іздеу деген сөз. Товар деген зат. Анау ертеректе кезінде жаңағы сауда-саттықпен айналысып жүрген орыстың көпестері өздерінің тұрып жатқан мекенінде жоқ заттарды халыққа қажет болатын болса, шу төртеу бірігіп шетелге шығады. Жаңағы саудамен барады дағы жаңағы затты шетелден тауып алып келеді дағы, өздерінің үстеме бағаларын қосып, сол өздерінің тұрған жерінде сатады. Сонда жаңағы 3-4 адам бірмен бірі бірігіп жүрген товар ищи, товар іздеп барып, жоқ товарды соны алып келген адамдар. Товар иш деген сөз соңында бір-біріне сыбайлас, бірмен бір жолдас деген мағынаны шығарып тұр жерден. Енді осындағы товар сөзі қазақтың сөзі екендігін былай анықтауымызға болады. Бұл қазақтың тап деген етістігіне шыққан. Мына жерде жоқ, бұл жерде жоқ. Тауып әкелу керек ан жақтан. Басқа жақтан тауып әкелу керек. Ауылда мал жоғалып кетсе, бір өздесі айтып отырады ғой. Анау Сәрсенбай іздеп кетіп еді, табар ма екен, таппас па екен деп. Сол табар, осы табар. Жоқ нәрсені тауып алып келген нәрсе жағдайдан келіп, товар деген жаңағындай заттық мағынадағы атауды шығарып тұр. Яғни сонда таптан товар шыққан, товардан товарищ шыққан. Ендеше тап деген сөзімізде жаңағы товарищ деген сөзді қосып айтып отырмыз ғой, қазақтың сөзі екен. Олай болса товар емес, товар деп в-ның орнына б-ны қолдану керек. Товар келді ме екен, товар бар ма екен? Аны товарды әкелді ме товарды? Товар табуға кетіп еді ғой деген мәселе осы жерден шығаруға болады. Бұл да қазақтың сөзі. Міне осындай мәселелерді айтуға болады. Мәселен, ашығын айту керек. Мен мынау Қытай Халық Республикасында болдым. Шыңжаң Цинзан университетінде бір 10 күн дәріс оқыдым. Сосын барғаннан кейін әрине сол халықтың тіліне қарай мән беріп, әсіресе филолог болғаннан кейін енді бірнеше сөздерін үйрендім, жаттап. Сонда үйренген кезде бір есімде қалған бір жағдай. Қалай амандасады деп сұрап едім, не хау деді. Жақсы, үйреніп алдым.
Сонымен жаңағы жататын орныма кіріп келе жатқанда қонақ үйге ана жерде тұрған анау әкімшілікте отырған адамға ни хау деймін, ол да күледі да ни хау дейді, сөйтіп амандасып жүрдік. бір 3-4 күн өткеннен кейін ба өздерінің бір азаматы кіріп келе жатыр екен, ни хау ма деді. Ма деген сөз естіп қалдым, сосын аудармаштан сұрадым, сіз маған ни хау деп айтып едіңіз ғой, ни хау ма деп айтады екен ғой деп. Иә айтады деді. Бұл не десем, бұл сұрау есімдігі дейді. Ни хау ма дегенде сонда менің түсінгенім ни халы, хау деген жақсы, хау деген жаман. Сонда жаңағы ма деген сұрау есімдігі қазақша тікелей сөзбе-сөз аударғанда хал жақсы ма деген мағынаны білдіріп тұрады екен. Сонда біздегі кәдімгі сұрау есімдігі ол жақта да қолданылып жүр. Ол енді әрине бізден Қытайға барды ма, Қытайдан бізге келді ме, оны тілшілердің үлесіне қалдырайық. Ол біздің мәселеміз емес, бірақ жағдай мынадай, Қытай өте көнеден келе жатқан ұлт қой. Ендесе қазақтың да көнеден келе жатқан ұлт екендігін осы бір сөздердің алмасуынан аңғаруға болады. Оңтүстік Кореяда болдым, Сеулде мен. Ол жерде де 10 күн болдым. Сонда 10 күн болғанда тағы бір байқаған мәселем, енді оларда бір ерекшелік, мынау сөз сөйлеген кезде екпін сөздің соңына түседі. Біздің қазақтың заңдылығында да, тілінің заңдылығында да солай ғой. Екпін сөздің соңғы дыбысына, дауысты дыбысына түсіп тұрады. Бұл оңтүстік Кореяда да соңғы дауысты дыбысқа түсіп тұрады екен екпін. Мысалы амандасқанда аньонхасео дейді. Соңғы йоға ударение беріп қояды. Жаңағы рахмет айтқанда да камсахамнида дейді. Көрдіңіздер ме? Бізде де солай ғой. Енді жарайды, ол онымен қояйық. Бір күні менің қасымдағы аудармашымен жаңағы бізді бара жатқан адам екеуі сөйлесіп отырды дағы, немен көлікпен кетіп бара жатырмыз. Сөйлесіп отырғанда ана кісі әңгіме айтып отырды дағы, менің аудармашым анда-санда де деп қояды. Содан кейін түскеннен кейін аудармашынан сұрадым, де деген қандай мағына білдіреді деп. Сөйтсем біздегідей ғой, ана я деп біз мақұлдаймыз ғой. Сол я дегенде олар де деп отырады екен деді. Дедім де қойдым дағы, бірақ ойыма бір нәрсе жылт ете қалды. Не, қандай мәселе деп жаңағы назар аударып қарасам, біздің қазақта тұр ғой. Десейші, не деп отыр? Деген дұрыс емес пе? Не депті? Дегендегі осы де деген сөз оңтүстік Кореяда жүр мысал үшін. Ал сонда ойлана беріңіз, қазақтың көнеден келе жатқан ұлт екендігінің бір көрінісі осындай жағдайлардан байқалып тұрады. Олай болса менің айтып отырғаным, тілді сөйлегенде, тілді қолданғанда шама мүмкіндік келгенше өзгертпей қазақи тұрғыда қолдану керек. Сонда онан тарих та шығады, онан дәстүр де шығады, онан біздің сөйлеу тіліміздің құндылығы мен мағынасы да көрініп шығатындығын анық байқауға болады. Енді әртүрлі жаңағындай бізде термин сөздер бар, қолданып кетеміз дағы, сонымен пайдаланып кетеміз. Немесе жекелеген бүкіл әлемге тарап кеткен ортақ қолданыстағы тілдер де бар, соны пайдаланып кетеміз. Оның енді бір жағы, біздің ана қазақ тіліндегі сол қолданыстардың баламасы болса, соны ептеп қолданудан ығыстыра бастайды. Мәселен, бәрімізге белгілі сөздер бар, қараңыздар, сөздеріңіз ойлап. Мини-секунд деген бар, секунд деген бар, минут деген бар. Ары қарай сосын қазақша айтып кетеміз. Осылардың қазақша атаулары бар. Ол қазақша атауларын қазір біз ауызекі сөйлеу тілінде бір кей жағдайларда қолданамыз дағы, ал нақты жаңағындай аударма ретінде, мағыналық ретінде қолданылып жүргеніміз жоқ. Мини-секунд деген мезет деген сөз. Сол мезетте дейді мысал үшін. Секунд деген сәт деген сөз. Сол сәтте деп айтамыз. Минут деген сәл деген сөз. Сәл тұра тұрыңыз деген сөз. Жаңағы мысал үшін минут деген сәл кезінде қазақтарда қолданған, ары қарай сағат, тәулік, апта, ай, жыл, ғасыр, дәуір болып сосын кете береді. Бұл мәселеде тілге байланысты есте сақтағанымыз дұрыс. Онан кейінгі бір мәселе жеті ата мәселесі. Жеті атаны енді желіде көбірек жазып айтып жатыр ғой. Жаңағындай атасы, әкесі, атасы дейді, онан кейін бабасы дейді, онан кейін түп ата дейді, тек ата дейді. Бұлардың барлығы негізі айтып жатқандарын жоққа шығаруға болмайды. Ауызекі сөйлеу тілінде жекелеген тұрғыда бұл жағдайлардың бәрі қазақ тілінде қолданылады. Дегенмен нақты атаулар болған жеті атаның. Ол қазіргі кезде негізі қолданылып та жүр, бірақ нақты сол атаулар ретіндегі өзінің мағынасын жойған. Өзенді ғасырлар өте келе, уақыт өте келе сөздердің өзінің мағынасы біресе тарылып, біресе кеңейіп отырады ғой. Мәселен, 19-18 ғасырларда қарындас деген жалпы туысқан деген мағынаны білдірген. Қазіргі кезде қарындас деген мәселен жаңа жасы кіші, ағасынан кіші қыз баланы қарындас деп айтады, жасы кіші болса.
Ертеректе жаңа айтып отырмыз, ол кәдімгі туысқан ағайын деген мағынаны білдіріп отырған. Осы тұрғыдан келетін болсақ, мынау қазақта қысқартыңқырап айтып кетейік, барлығы 7 атаның өзінің жеке-жеке атауы болған. Бірінші ата әке, білесіздер оны. 13-те отау иесі дейді, қазақ айтады. Яғни 13-те шаңырақ көтеруге рұқсат берген. Отау иесі дейтін себебі сол. Сонда 13 пен 25 жастың арасындағы мүшел әке деп аталған. Әкеден үлкені көке. Көке қолданылады қазір. Әйел адамға да айтылып қалады. Немесе туысқан, бірге туған әлгі әкесінің аға інілерін де көке деп айтып жүреді. Көке деген әкенің жаңағы әкесі. Бұл келесі мүшел 25 пен 37-нің арасында көке деп аталған. Әр мүшелге осылай бөліп берген. Өйткені қазақта қазір бір қос сөз бар. Ана біреу тілді алмай қойды, ана бала әке көке деп қоя салмадым дейді. Әкесін алдымен көкесін соңынан айтады, екеуі қос сөз болып кеткен. Әкесі әкедағы, көкесі әкесінің әкесі. Әкесін де айттым, оның әкесін де айттым, сонда да қоймай жатыр деген мағынаға сайып келеді. Сонда бұл көкеңіздің уақыты жаңағы 25 пен 37-нің арасындағы мүшел екен. Енді онан кейін 37 мен 49-ның арасындағы мүшел ата. Енді атаны өздеріңіз білесіздер, оған түсінік беріп жату міндетті емес. Атадан кейінгі 4-ші атамыз 49 мен 61-дің арасындағы тата. Тата деп атаған. Татин деген фамилия кездеседі қазақтарда. Көп емес бар. Ал енді сол татаның қазіргі кезде жіңішкерген түрі қолданылып кеткен. Тәте болып кеткен. Тәте деген сөз, осы тата деген сөздің мағынасының негізінде. Оның тәте деп аталуы көбінесе тәте деп әйел адамдарды айтып кетті. Негізі ер адамдарды атаған тата, тәте деген сөз. Осы татаның жаңағы жұмсарған нұсқасы, жұмсарған варианты деп айтуымызға болады тәтені. Мәселен, өздеріңіз білесіздер, Абай өзінің әкесі Құнанбайды тәте деп атаған. Тәте деп атаған. Жаңағы оны тарихта қарасаңыздар, тарихта тұр белгілі. Ендеше мінекей жаңағы біздің бұл тәте немесе тата деп отырғанымыз 49 пен 61 жастың арасындағы мүшел, бұл 4-ші ата болып есептеледі екен. Енді татаның жаңағы әкесін 61 мен 73 жастың арасындағы мүшелді баба деп атаған. Бабаны білесіздер, енді ол түсінікті, ол туралы түсінік беру міндетті емес. Бабаның ар жағындағы бабаның әкесін, баба 5-ші болды, енді 6-шы әкемізді 73 пен 85-тің арасындағы мүшелді қарт деп атаған. Қарт сөзі бар қазақта. Білесіздер, қарт адам дейді. Яғни бұл деген жаңағы біздің 6-шы атаның ұрпағын қарт деп атаған 73 пен 85. Оның ар жағындағы қарттың әкесін қария деп атаған. Қария деген ең үлкен жас, бұл жаңағы 85 пен 97 мүшелдің арасындағы жасты қария деп атаған. Сонда біз мінекей 7 атаның атауын сіздерге алып шықтық. Ол әке, көке, ата, тата, баба, қарт, қария. Енді оны кейін қарай есептейтін болсақ, ұрпаққа қарай есептейтін болсақ та, осындай 7 атаны шығаруға болады. Ол бала, немере, шөбере, немене, шөпшек, жұрағат, жекжат. Бұл туралы өздеріңіз білетін болғандықтан, бұған онша тоқтала қоюды қажет деп есептеп отырғанымыз жоқ. Бұлардың әрқайсысына жеке-жеке түсінік беруге болады. Сонымен бір түйін жасап тастайық. Онан кейін әрі қарай тағы да келесі жолғы айтылымымызда жалғастырамыз деп ойлаймын. Жақсы, тыңдағандарыңызға рахмет.